Баршаңызға қайырлы күн. Дәрігер ретінде сіздерге номері 5-ші диеталық ас мәзірін ұсынамын. Бұл диета созылмалы холецистит, созылмалы панкреатит, өттас ауруы, бауыр циррозы, созылмалы жедел гепатит, токсикоз, асқазан мен ішек аурулары, өт қабын алдырғаннан кейінгі 14-17 күнге арналған диета. Таңертең аш қарынға бөлме температурасындағы 1 стакан жылы су ішуден бастаймыз. Жылы су асқазан мен ішектің жұмысын жақсартады. Ағзадағы токсиндердің шығуына көмектеседі. Күніне 1,5-2 литрге дейін су ішуіміз қажет. Су ішкеннен кейін жарты сағаттан кейін кашамызды жейміз. Бұл каша сұлы жармасы деп аталады. Ыдысымызға 250 мл суымызды құямыз. Суымызды қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін үстіне 125 грамм сұлы жармасын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Бір қайнағаннан кейін үстіне 250 мл сүтімізді құямыз. Бір ас қасық қант және 3 грамм тұз құямыз. Кашамызды 10 минутқа қайнатып қоямыз. Кашамыз пісті. Піскеннен кейін ыдысымызда 10 минут бұқтырамыз. Піскеннен кейін үстіне пайдалы май қосып әсемдесек болады. Одан кейін десерт жасаймыз. Десерт жасау үшін бізге алма қажет болады. Алмамызды 2 бөлікке бөліп, жақсылап тазартып аламыз. Жақсылап тазартып алғаннан кейін творог алып, оның үстіне қаймақ, майлылығы аз қаймақ қосып, және 30 грамм мейіз қосып, жақсылап араластырып, алмамыздың үстіне саламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуса 30 минутқа пісіріп аламыз. Біздің десертіміз дайын. Осылай әдемі болып піседі. Құрамында Д дәрумені өте көп. Келесі біз түскі асымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге асқабақ, кабачки және брокколи қажет болады. Құрамында дәрумендерге толы біздің пюремізді жасаймыз. Брокколиміздің үстіне ас содасын құйып, жақсылап жуып аламыз. Кабачкиіміз бен асқабағымызды 4 бұрыштап турап аламыз. Турап алғаннан кейін ыдысымызға 700 мл су құямыз. Үстіне асқабағымызды салып 10 минут бұқтырамыз. Асқабағымыз пісуге жақындағанда брокколимізді салып 3 минуттай қайнатып аламыз. Содан кейін кабачкиімізді салып, барлығын 4 минуттай қайнатамыз. Сорпамыз піскеннен кейін 600 мл суымызды бөлек ыдысқа құйып, түбіне 100 мл су қалдырып аламыз. Блендердің көмегімен пюремізді
Міне біздің дәрумендерге бай пюреміз дайын болды. Құрамында көптеген дәрумендер бар. Келесі кезекте біз пюремізге сухари дайындаймыз. Ол үшін нанды 3 бөлікке бөліп, 4 бұрыштап турап аламыз. Ыдысымызға салып, қызып тұрған пеште 180 градуста 10 минутқа пісіріп аламыз. Біздің сухаримыз дайын болды. Дайын болғаннан кейін пюреміздің үстіне қойып, үстіне кинзамызды қоямыз. Біздің пайдалы пюреміз дайын болды. Одан кейін түскі асымызды жалғастырамыз. Асқабақта картошкамызды жақсылап жуып, дайындап аламыз. Картошкамызды 4 бұрыштап тураймыз. Асқабағымызды да жақсылап 4 бұрыштап турап аламыз. Дайын болғаннан кейін асқабағымызды ыдысымызға саламыз. Дәл солай картошкамызды да асқабақтың үстіне турап салатын боламыз. Үстіне 150-200 мл сүт немесе майлылығы аз сливки қоссақ болады. Майсыз еттен фарш жасаймыз. Дәміне қарай тұз және бұрыш саламыз. 30 грамм немесе 50 грамм фарш алып, фрикадельки жасаймыз. Фрикаделькемізді гхи майына қуырып аламыз. Қуырып алғаннан кейін ыдысымызға салып, 180 градус пеште тамағымызды пісіріп аламыз. Біздің тамағымыз дайын болды. Жан жағын әсемдесеңіздер болады. Кешкі ас. Кешкі асымызға біз калориясы аз тилапия балығын әзірлейміз. Ол үшін біз сәбізімізді үккіштен өткізіп аламыз. Оның үстіне үккіштен өткізілген пиязымызды саламыз. Үстіне тұз бұрыш сеуіп, жақсылап араластырамыз. Ыдысымызды жақсылап майлап аламыз. Тилапия балығын салып, дәміне қарай тұз және бұрыш салатын боламыз. Балығымыздың үстіне сәбіз бен пиязымызды араластырып салатын боламыз. Бізге 2 жұмыртқа қажет болады. Оның үстіне сливкімізді құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырғаннан кейін ыдысымыздың үстіне құямыз. 180 градус пеште балығымызды 1 сағат немесе 45 минутқа пісіріп аламыз. Десертімізді дайындаймыз. Ол үшін бізге творог қажет болады. Оның үстіне қаймақ қосып, үстіне жемістермен әсемдейміз. Ұйықтар алдында кефир ішеміз. Кефир ақуыздар мен витаминдерге бай. А, В, С, Д тобының дәрумендеріне кальций мен фосфорға бай. Сіздерге видео ұнаған болса, лайк, комментарий басып, менің каналымның дамуына үлес қосыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.